Баршаңызға сәлем, қымбатты достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қазіргі уақытта хит болып жүрген маковый меренговый пирогты жасайтын боламыз. Мак қосылған үгілмелі бисквиті, ортасында крем чиз және де меренгасымен өте ерекше дәмі, сондықтан да жасап көріңіздер. Үш жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Меренгасын жасауға қолданамыз ағын, ал сарысын бисквит жасауға қолданамыз. Сарысына бөлме температурасында еріп тұрған сарымайымызды және де қантымызды қосып жақсылап бір келкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Осындай аппақ бір келкі масса болғанша 2-3 минут бойынша миксерлейміз. Енді үстіне макты және де қопсытқышты салып, барлығын жақсылап лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Алдын ала өлшеніп, електен өткізіліп дайындалып алынған ұнымыздың барлығын салып жіберіп, қолымызбен осылай жұмсақ қамыр илейміз. Өте нәзік, жұмсақ, өзінің формасын ұстайтын, қолға жабыспайтын қамыр шығады бізде. Оны жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Бұл міндетті емес, бірден жұмыс жасап бастап кетуге де болады. Оған дейін біз меренганы дайындап аламыз, яғни ақ уызымызды ең бірінші тұз салып шайқап аламыз миксермен, сонан соң қантымызды өлшеп дайындап алып, бір қасықтан сала отырып, екі қасықтан сала отырып, миксердің ең жоғарғы жылдамдығында миксерлейміз. Айта кететін жайт, біздің ыдысымызда миксерімізде тап-таза құрғақ болу қажет. Әйтпесе біздің меренгамыз шықпай қалады. Міне осылай шамамен 4-5 минут миксерлегенімізде біздің ақ уызымыз өте қою, өзінің формасын ұстайтын. Міне қараңыздар, миксерден ағып кетпейді, өзінің формасын ұстайды. Сондай болғанға дейін жақсылап араластырып, соңынан жүгері крахмалын салып, оны да біркелкі массаға дейін араластырамыз. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, пергамент қағазын төсеп, соның үстіне оқтаумен 4 бұрышты формаға келтіріп жайып шығамыз. Қалыңдығы жарты сантиметрдей етіп жайып шығамыз. Және де осындай шеттерін пышақпен кесіп 4 бұрышты формаға келтіреміз. Артық жерлерін жетпеген жерлеріне қосып тегістеп шығамыз. Қамырымыздың құрамында қопсыш болғандықтан шанышқының көмегімен осылай әрбір жерінен тесіп шығамыз, көтеріліп ісініп кетпеу үшін. Енді бетіне жаңа дайындап алған ақ уызды меренгамызды салып төсеп шығамыз. Осы уақытта алдын ала пештеріңізді 180 градусқа дейін қыздырып қойдық. Дайын болғаннан кейін 4 бұрышты формадағы противенімізге осылай пергаментімізді ысыра отырып, абайлап көшіріп аламыз да 30-40 минут пешіңізге қарай пісіріп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Крем чиз қолданамыз. Сіз әртүрлі өзіңіздің қалаған рецептіңізбен жасасаңыз болады. Мен де жай ғана 33% кілегеймен қантты қосып миксерледім. 5 минуттай құрғақ ыдыста және құрғақ миксермен миксерлесеңіз шығады. Қосымша творожный сыр қоссаңыз болады. Мен қосқан жоқпын. Міне осылай біздің пирогымыздың бисквиті меренгасы пісіп шықты. 2 бөлікке бөліп, ортасына осы жаңаға дайын болған кремімізді жағып шығамыз және екінші бөлігін үстіне қоямыз. Бетіне қалған кремнен жағып, үстіне шоколадты глазурмен сәндеп шықтым. Сіз өз қалауыңыз бойынша кез келген жидектермен, құлпынайлармен, яғни әрлесеңіз болады, өте әдемі болып шығады. Бетіндегі меренгасы сынғыш болады, ол өзі сондай. Уайымдамаңыздар, дәл осы меренганың есебінен бұл біздің пирогымыз өте ерекше дәмді болып шығады. Осы меренга өзінің арнайы суын бөліп, бисквитімізді пропиткалайды. Бірден жеуге болмайды. Шамамен 5-6 сағат тоңазытқышта тұрғаннан кейін өзі жұмсақ болып жұмсарады. Бұл пирогты тіпті торт деп атауға да болады. Қараңыздар, өзінің ортасында кремі бар, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Бұл қазір кезде хит болып жатқан пирог. Менің каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.